Нышан? Әншін. Жата бересің бе үйістіп? 2 күн болды жатқаныңа. Жұмысыңа бармайсың ба? Жұмыста жоқ. Сайлаудың әкесінің аузы. Ойбай, не болып қалды? Не болды, жаман болды. Айтсайшы, не болды? Нышан сказал, Нышан сделал. Қолымнан боқ келмей деген ғой. Ана ауылға су жүргізем деген ғой. Қолымнан келмеді, позор болдым. Сол да енді әңгіме болып па? Үйде 10 шақты баклашка бар. Жақсылап жуып берейін, дамбыдан суалды апарып бер. Қатын, саған қанша рет айтам. Саясатқа араласпа деп. Енді саясатқа араласатын болсаң бір қоя. Тошына тоқал алам. Мақыл құрсыншы саясатың. Ана бала таңертең кеткен, әлі келген жоқ. Үйде 1 грамм су қамады. Екшелекті алда дамбыдан барып солып кеш, шай ішейік. Су туралы айтпашы маған, су туралы айтпашы. Енді су туралы айтатын болсаң, сол дамбыға барамда бір қоя, судың астында байлап бастаймын шашынан. Ұқтың ба? Балыққа жем боласың, бегомо. Су туралы айтпа маған. Болды маған, болды ренжімешін. Не болды ашулан? Тұрш жүрмей саған жақсылап тұрып палау басып қойдым. Аузың су құрып тұр. Су туралы айтпадым ғой мен саған. Енді ол ондай су емес қой, ол сілекей ғой ауыздағы. Сенің айтып тұрған ол дамбыдағы су, андай ішетін су, шай қоятын су, сондай су. Су туралы айтатын болсаң бір қоя, орнынан тұрамды жағыңды айландырып жіберем. Ұқтың ба? Су туралы айтпа маған. Болды айтпайым, ашылмас. Сушы жей береміз, құрсын. Су! Қа? Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді күш алып менде, отыра бермей түс алып төрде, 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Үйге суға келмейтін білгендеп түрсейін жумайтын ем ғой, су кетіріп. Барлық соңғы суға кір жуып тастады, мен не істеймін? Шайды қалай ішеміз? Вообще қызық. Қалайсың ше? Мади, қалайсың жаным? Ағам үйде ма? Я, үйде. Мади, не істеп жүрсіңдер сендер? Ана ағаң вообще настроениесі жоқ қой, ашулы. Кеше бір вопростар возникать еткен, соған шығар. Не дейді анау? Нышан что-то бірдеңе обещал, Нышан не сделал деп сандырақтап жатыр бірдеңе деп. Судың мәселесі ғой, кеше біз бір ауылға су тартамыз дегеніміз ғой. Сол кішкене болмай қалды. Онда сен бар ғой, су туралы вообще әңгіме айтпаш. Су деген сөз шықпасыншы аузынан, Енді ада жетісу, суыр деп вообще айтпай ақ қойшы, айналайын. Басқаша судан басқа нәрсені айтшы. Жақсы? Сөйлесші абыны. Су тартам дейді ғой. Үйіне су тартып алмай ма? Нышан аға, қалайсыз? Нышеке, не жатсыз мұнау? Қалай жататын сенен сұрамайтын жарым. Нышеке, жататын уақыт емес, жұмыс жетеді. Жүріңіз. Қайдағы жұмыс? Позор болдық қой, қайдағы жұмыс? Сізде бір болмайтын кішкентай ауылға бола соншама. Несіне уайымдайсыз? Қайдағы кішкентай ауыл? Ол кішкентай ауыл менің авторитетім позор болдық қой, соның бәріне Рафаэлің кінәлі. Нышан аға, өткенге оралмайық. Бидейік, міне. До конца довел агитационный жұмысты. Оны олды қоя тұрамыз, біз басқа ауылдарға барамыз. Сол жақтан до конца добивать едеміз. Нышан аға, біз бұйыртса депутат болайық. Содасын сол ауылға барамыз да, екеміз лично барып сол ауылда суды фонтанға бататын боламыз. Вот мен сізге уәде берем, жігітше. Уәде бересің ба? Конечно. Все, міне,
нағыз нышанды ұзнаю. Нышан никогда жұмысын жарты жолдан тастамайды. Білем ғой? Оны қайдан білдің? Мен сізге бірінші қарадымда сразу айттым. Вот этот человек станет будущим Казахстана деп ойладым. Қатын! Ой, отағасы тұрыпты ғой. Жүріңдер, палау жеп, айран ішейік. Айран? Су деп айта беріңдер, рұқсат бердім. Алда барып дамбаға батырмайсың ғой, Дамбада құрбаға жатыр. Вот. Енді нышан ағаны узнаю. Кешке дейін бір-екі ауылды бітіріп тастайық, а то конкуренттердің бәрі уже аралап қойды. Онда кет. Бүгіннен бастап мен дуана нышан боламын. Фархат, что ты сейчас делаешь? Кушаю, бәке. Нет, ты меня не понял. Қазір не істеп жүрсің? Готовлюсь. К чему готовишься? Ну, этот ант, кабылдо. Правильно, молодец. Ну, ты знаешь, будь осторожен. Почему? Депутат болам деп құтырып кетпе. А что, бәке, я не стану, что ли, депутатом? Чё ты орешь? Станешь ты депутатом. Но никого не трогай. Слышал я там про твои разборки. Вот это что такое? Бәке, я здесь ни при чем. Они сами, тубилесип. Ты, короче, задницаны қыз. Ана клоунармен соғыспай аман жүр. Я не понял вас, бәке. Что тут непонятного? Ничего не делай. Вместо тебя другие люди сделают. Как другие, бәке, вы думаете, мен қолым келмейді? Дорогой мой, иногда войны выигрывают те, кто тихо, молча лежит в окопе. Понятно? Как говорится, көтті қысқан бай болады. Усек? Сейчас понял. Кота поймать и присануть, короче. Не знаю, кого ты там прессовать собрался. Ты лучше вот что. В столице дом себе присмотри. А политику оставь нам. Понял? Все, пошел я. Баран. Тоже мне политик. Акылын баланать. Алло, ты где? Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгін сіздермен кездесіп, сайлау алды бағдарламасын таныстыратын Ұлы Дала партиясының жетекшісі Нышан Шанұлы. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Құрметті ағайын туысқандар, құрметті апалар, құрметті ата-аналар, қарындастар, жеңгелер, келіндер. Мен Ұлы Дала партиясының атынан сіздердің ауылдарыңызға, мәжіліске үміткер болып келіп отырмын. Ой, бұған сенбеңдер. Неге сенбей? Балдам деген бірінші біліп алу керек, бауырым. Білмей жатып ондай сөздер айтуға болмайды. Еркексің ба, еркекше айтсай? Ой, қой әке, сенбейміз. Осы көрші ауылға барып, ойбай светінде жасаймын, жолында жасаймын, суында түсіріп берем, компьютерінде жасаймын. Түкте бітірмедің ғой, қайт таяқ жеп қайтып келдің ғой. Неменеге келдің енді? Сен Сапөктің ауылынан қалай тіркелдің, Қашып кеткен жоқ, бұндай суаттар бір жоп қашады ғой. Мен еші оттан қашқан жоқ мен. Любой мен адиялы шығам, ұқтың ба, барым я. Жақсы, кешіңіздер. Қалайық? Ол жақта болған жағдайды біз Нышан аға екеумізден басқа ешкім білмейді. Бұл жағдай, бұл кісінің атына жабылып отырған жала. Сондықтан да енді бір кішігірім түсініспеушілік болып қалды, енді айтқанда тұрамай қалды, сол себепті болып қалды. Қолына боқта келмесе атасының басына депутат болып жүр ма? Сен бәрін бүдірдің ғой, мен өзім өтемін. Құрметті, қалайық? Бұл ауылға мен газды да, суды да, светті де, телефон да, компьютер бәрін жүргіземін. Бөспешей
Эке, бөспе өйтіп. Өзіміздің ауылдың азаматтарды суды да түсірді, жолды да жасады, жаңа светіңді де түсір, сен айтқан бәрін өздері істеп тастады. Рахмет ауылдың азаматтарына. Ермес апамыз дұрыс айтады. Біздің ауылға келіп алып бәрі дұрыс демең. Одан да өз денсаулығыңды күт. Ала біздің мұха естісе, оған мұрттыге қатындар ұнамайды. Ой, дұрыс айтасың. Біз сені дұрыс адам екен деп жүрсек, таза ешектің өзі екенсің ғой. Мен ешек болсам, сен қодықсың, түсіндің ба? Ешек, сен сияқты ешектарды біздің ауылда сойып терісін Қытайға өткізіп жібереді. Қайтса, керек емес, Көзінде айналай бердім. Балдар, жолдарың болсын, қарындарың аш қалмасын жолда. Мә жұмыртқа жебаңдар. Нышанаға, тоқтаңызшы. Бар кетші. Нышанаға, отырыңызшы деймін. Нышанаға, не болды қорқақтан соп қашып? Мен ба қорқақ? Сен бәрі осы сен кінәлісің ғой, сені маған айттың қояп, кішкентай ауыл бәрі дауыс береді деп. Нышан деген атыма не қалайшы? Нышанаға бұл саясат қой енді. Саясат екі күтіп көтіге тық қойшы. Мен сені мәди бауырын деп сыйлап жүрсем, сен мені патсау жасадың ғой, базар қылдың ғой бүкіл Қазақстанға. Бұның бәрін кім үшін істеп жүрмін мен? Сіз депутат болсын деп істеп жүрмін ғой. Бала шағаның қамы үшін. Мен сені мәди деп сыйлап жүрсем, сен мәди бір ғой, бұның бәрін сен өзің бала шағаң үшін, өзің отбасың үшін, қатын үшін істеп жүрсің, ұқтың ба? Ешек десе де. Нышанаға дейін, тоқтаңызшы енді. Нышанаға. Ешек. Адам емес екенсіз бар ғой? Сен адам болып жүрсің, мен ешек болып жүрейін. Маймыл. Пошел! Фархат Афанасұлы шақырдыңыз ба? Да, подойди сюда. Тыңдап тұрмын. Какие новости? Фархат Афанасұлы, соңғы 3 күнде біз 40% өстік. Бірінші орында фақыпалық әйелдер тұр. Әйелдер? Как говорится, сайкал шауып, байқалмаз, да? Байтал шауып деңіз. Да какая разница? А эти как? Этот, ядовитый. Олар кімдер? Ну, этот, Улы Дала. Улы Дала деңіз. Улы Дала емес. Олар төмендеп кетті. Понятно, понятно. Олай бізге жақсы, да? Жақсы, әрине, Ага. Ты смотри. Вот это видео надо максимум распространить. Максимум, чтобы все смотрели. Твои соседи, ты, твоя жена, твои дети, даже твоя собака. Түсінді ме? Түсіндім. Түсінді ме? Иди работай. Көрмеген ит қалмасын дейсі ғой. Да, иди работай. Жақсы. Папа, түріңізге не болған? Ештеңке болған жоқ. Папа, подписчиктеріңіз мыңдап азайып отыр. Азайып берсін. Папа, бұлай болатын болса, сіз минусқа кіресіз, сол инстаграмға қарыз боласыз. Кіре береміз, қарыз бола береміз. Подписчик көп кезде ақшасы ауға кіреді. Жан? Ау? Сізге не болған? Афанасьич, жұмыртқа қуырам деді, жонглировал. Жұмыртқа жегісі келді ма? Ол кісі не жесе де жарасады. Ты сам ему пожарил, да? Отлично. Молодец, өзіңді вообще аяма. Жан, пойдем, жүрсе мен де күшті әңгіме бар саған. Мұнда отыршы. Ну,
чё-то такой уставший, как будто бір стройкада жұмыс жасап келгендей. Нормально? Тыңда, в общем, мен Англиядан күшті университет тауып қойдым. Оқисың ба? Жоқ, баламызға. Қарасаңшы еді, сен 30 жыл бойы депутат болсан. Ол уақытқа дейін баламыз өсет, Англияда оқиды, оқуын бітіреді, сол жақта қалады жұмыс жасап. И бізді көшіріп алып кетеді. Супер. Күшті, я? Күшті идея. Жұмып кеш. Сосын чай ішеміз, я? Вообще, идея күшті, да? То, что баламыз Англияда оқиды, алып кетеді бізді. Супер. Конечно, моя идея. Папа? Қайдан жүрсіз? Қайдан жүргені сей? Көктен түстім. Көктен түстім? Ауырған шығар, ә? Ей, көргенсіз. Көктен түстім. Сен не, табақ бет. Үнжірған түсіп. Басын салбырап. Әбір жып отырсың. Не, ана өткендегі жұмыртқа лақтырғанға бола ма? Жұмыртқаны қойыңызшы, халықтың мен туралы не айтып жатқанын көрсің, жылағым келеді. Ей, табақ бет. Бетің табақтай боп мұна миың өспей қап қой сен. Қайтесің елдің сөзін? Айта береді олар. Сен мұна менің қанымсың. Маған тартқансың. Сондықтан мен бастаған ісімді аяғына дейін істейді ғым. Біз уәлидің ұрпақтары сондаймыз. Бастадық па, тастамаймыз. Қайтесің қалды? Өзіңмен өзің бол. Өз ісіңді біл. Уәли ата? Папа, мен, сіз қайдан жүрсіз? Қайдан жүргеніңіз? Көктен түстім. Сен бетің табақтай болып, ана Нышанжанға не айтып отырсың, а? Сенің айтқандарың дұрыс емес ол. Сонда қалай? Не қалай бар? Нышан сенің қаның емес. Екеуің менің қанымсыңдар. Ал Әлидің ұрпақтары бастаған ісі жарты жолда тастамайсың. Дұрыс. Али бабам келмей тұрған кезде осы жұмысты конкретно точкасын қояйық. Давай. Біз алған жұмысымызды до конца апарамыз. Дұрыс па ата? Дұрыс. Уәли сказал, Уәли сделал. Пшан сказал, Пшан сделал. Нышан сказал, Нышан сделай. Осы мен Нышан деп атымды кім қойған? Мына оған бет табақтай болып. Папа? Не? Сен мен емес атың қойды деп оның ғой? Сен неге маған жала жауап отырсың өзі конкретно, а? Мына сен қойғансың. Папа, өзің қойғансың. Сен қойғансың. Папа дейім, өзің қойғансың. Сен қойғансың. Туй, папа, сен. Табақ бет. Табақ. Уәли ата мен Нышан папам дұрыс айтады. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді, күш алып менде, отыра бермей, түс алып төрде, 300-ді тонап, желаяқ әкім, жеткізбей кетті, 3 әріптерге. Көлтау сәрәкім көлді ішіп кетті, сарықтын ішіп оң күшіп кетті, орнына қаңбақ шал келіп еді, ұзақ отырмай жел күшіп кетті, маңдайым тауға
қасқа да тиді, айтайын деп ем астына тыйды. Анталап келген толағай әкім арқалап кетті бес қабат үйді. Байлық пен билік шалған деседі, одан да жаман қалған көшеде. Әкімшіліктен зейнетке шықты, мыстан кемпірде алдар көседе. Сеніп келеміз ертегісіне, көніп келеміз жер тебісіне. Уәдеде тұрмау, кедейден ұрлау, сай келмейді ғой еркегісіне. Біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін.